Тәуелсіздік жылдары дүниеге келген дарынды жастарды қолдау мақсатында президент тапсырмасымен тәуелсіздік ұрпақтары атты грант тағайындалған. Осы бәйгеде озып шыққан 30 жастың бірі сырбойлық Айсана Намурадин медиа бағыты бойынша жеңімпаз атанды. Ол ұсынған жобаның ерекшелігі қандай? Мемлекет басшысының марапатын иеленген мұғаліммен тілшіміз жүздесіп қайтқан еді. 3 миллион теңге Айсанаға тәуелсіздік ұрпақтары грантын мемлекет басшысы табыстады. Президенттің қолынан марапат алып тұрған мына бір тарихи сәт ол қызмет істейтін мектеп үшін мақтанышқа айналғандай. Дегенмен байқаудың жеңімпаздарына жүктелетін жүк те жеңіл емес. Айсана гранттық қаржы негізінде қағаз бетіндегі жобасын іс жүзіне асыруды ойлап жүр. Ол мектеп қабырғасынан коворкинг орталығын ашпақ. Коворкинг орталығының ішінде бір бөлігінде жалпы кітаптар болады. Ол жерде кітаптың түрлері тарихи, әдеби, шетел әдебиеттерінен аударылған кітаптар. Яғни биылғы жылы оқуға құштар мектеп жобасы ұсынған болатын. Сол жобаға байланыстырып, сол әдебиет бір бөлігін кітаптармен қамтамасыз етейін деп отырмын. Одан кейін бір бөлігінде спорттық, яғни шашка, шахмат, тоғызқұмалақ, үстел теннисі секілді. Мұнан бөлек қолөнер үйірмесі мен театр өнеріне баулу ерекшеліктері де осы жоба аясында қамтылған. Бұған дейін Айсана мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдау және ағылшын тілін тегін оқыту мақсатын көздеген жобалар әзірлеп, 2 мәрте 300 мың және 500 мың теңгелік гранттарды жеңіп алған. Білім саласындағы жаңа идеяларға жетелейтін бастамаларға шәкірттерінде баулып жүр екен. Мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы қызығушылығын арттыру, қабілеттерін арттыру, соларға біз жұмыс атқарған болатынбыз. Олардың көптеген қолөнермен, спортпен шұғылданып, солай біз оларға бір қызықты өткізе алдық деп ойлаймын. Мектеп қабырғасында түрлі білім бәйгелеріне қатысып жүрген оқушылар мен ұстаздар аз емес. Дегенмен ең ұлық мерекеміз тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясындағы ірі жеңістің қашанда орны бөлек. Айтулы қолдау аясында білімпаз жастарға жасалатын жағдай жетістіктерімізді еселей түсуге себеп болады деп сенеміз дейді ұстаздар. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24.